Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін ең оңай жасалатын құймақтың, яғни блинчиктердің рецептін ұсынамын. Төменде барлығын көрсетіп жазып кеттім. Алдыменен жылы сүтті аламыз. Жылы сүтке, яғни жұмыртқаларымызды жаратын боламыз. Менде жылы сүт, мен яғни 250 мг сүтке 250 мг ыстық су құйдым. Сонда оның температурасы жылы болды. Осылайынан екі жаңағы жұмыртқамызды жарып алып, сүттің жылы болуы ол міндетті түрде. Жаңағы жұмыртқамызды жарып алып, жұмыртқаның үстіне жаңағы қант қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып осылай венчикпен араластыру керек болады. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ. Осылай венчикпен жұмыс істесеңіздер де болады. Кейін осы жаңағы сұйық массамызға тұз қосатын боламыз. Тұзымызды қосамыз, араластырамыз. Кейін жаңағы сұйық майымызды қосамыз. Оны да араластыратын боламыз. Ең соңында жаңағы ұнымызды қосатын боламыз. Енді ұнымызды ситадан өткізіп қосамыз. Мен жалпы екі бөлікке бөліп қостым ұнды. Алдыменен осылай қосып, бір бөлігін қосып алдым. Кейін қайттан ситама ұнды алып, екінші бөлігін қостым. Барлығын жақсылап тұрып, бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Жаңағы жақсылап тұрып араластыру керек. Ешқандай жаңағы крупинкалар қалмау керек. Барлығын жақсылап тұрып араластырасыздар. Масса бір келкі болуы тиіс. Мен екінші бөлігін қостым онымнан. Масса бір келкі болуы тиіс. Жақсылап тұрып араластырасыздар. Жасалуы өте оңай, ешқандай қиын емес, өте оңай жасалады. Бірақ жаңағы құймақтар өте дәмді болып шығады. Мен әрдайым осы рецепт бойынша жасаймын. Осы ретпен жасасаңыздар жақсы болады. Кейін массамызды 20 минутта қойып қоюымыз керек. 20 минуттен кейін табаға құйып пісіре беруге болады. Міне қыздар, мен бір бөлігін құйдым. Жаңағы шеттері осылайына қатып, көпіріктер пайда болады. Көпіріктер пайда болғаннан кейін, яғни аударуға болады деген сөз. Осылайынан аударып пісіресіздер. Мен қолымда телефон болғандықтан жаңағы осылайынан екі бөлікке бөліп көрсеттім. Кейін дайын жаңағы құймақтар осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Райхан.